Мен әрдайым өзім қолданатын осы аламан өнімдерін сіздерге де ұсынар едім. Аламан өнімін қолданатын сарбаздарымыздың саны артып келеді. Ендігі жерде нағыз ерлерге арналған күш пен қуатты толыстыратын өнімдерімізді профи бокстағы жолын енді бастап келе жатқан Бауыржан Бекмұрзаев та қажетіне жарата бастады. 7 кездесуде жеңілмей келе жатқан талантты боксшы әлі әлемдік рейтингтерде атой салуға дайын. Ал тұрақты тұтынушыға айналған Саламат Есбулаев американдық ПФЛ лигасының жауынгері атанды. Ендігі жерде жарқын файтер аламанның күшін жаһандық аренада паш етуге құлшынып отыр. Саламаттың әлемді шеберлігімен тәнті ететіндігіне сенім мол. Тек қана табиғи қоспалармен жасалынатын біздің өнімдер қазірдің өзінде мыңдаған адамдарға көмектесті. Сіз де қалыс қалмай аламанның алдыңғы қатарындағы сарбаздарына қосылыңыз. Хабарласыңыз, қалыс қалмаңыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Ораза айт мерекесі құтты болсын. Алла тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл етіп, қасиетті Рамазан айында жасаған амалдарыңызға сауаптан жазсын. Кешегі күннің бокстағы басты жаңалығы Ресейдің World Boxing құрамына алыну болған шығар. Көктемнің жайбарақат кештерінің бірінде бұл жаңалықты естігенде аздап абдырап та қалдым. Қалайша халықаралық олимпиада комитеті мойындаған федерация Ресей спортшыларын қатарларын алды. Мұндайға рұқсатты кім берді деген сұрақтар мазаны алуда. Солтүстік көршілеріміздің олимпиадалық спорты әлемдік додалардан шеттетілгені қашан? Әзірге бірде-бір басқа федерациялар оларды қатарларын алған емес. Десе де кейбір спортта олар бар. Мысалға күрес түрлері бойынша әлем біріншіліктерінде олар нейтралды статуста бақ сынайды. Ту мен әнұранын қолдануға болмайды. Ал бокстағы жағдай мүлде басқаша болды емес пе? Халықаралық бокс федерациясына сол кездегі айбан айтып отырмын, Ресей азаматы Умар Кремлев басқарған тұста халықаралық олимпиада комитеті тарапынан банға ұшыраған болатын. Сосын балама World Boxing құрылды. Олимпиадалық турнир ұйымдастыру құқығы да осы ұйымға тиесілі болды. Басында World Boxing'ті голландиялық азамат басқарған, сол кезде жаңа ұйымға алғашқы мүшелер қабылданған еді. Кейін Головкин келді басшылыққа. Міне осы тұста World Boxing етек ала дамыды. Ал кеше қатарларына бірқатар африкалық мемлекеттермен қоса Ресей мен Беларусь боксшылары да келіп қосылды. Енді олар шартты түрде әлем чемпионаттарына да олимпиадаға да қатыса алады, бірақ қандай статуста? Бұл жағы әзірге белгісіз. Әуесқой боксқа дәстүрлі мықты бокс державасының қосылуы әрине жағымды жаңалық. Бұл жалпы әлем бойынша бұл спорттың дами түсуіне себепкер болады. Енді қазақ өзбек спортшылары ірі додалардан медальдарды өзара бөліске салмайды, өйткені солтүстіктің былғар қолғап шеберлері өте мықты. Олардың да өз үлесі болады мұнда алатын. Көрген боларсыздар, IBA-дің әлем чемпионатын Дубайда өтіп еді ғой. Сол жерде Ресейден барған барлық дерлік боксшылар жүлдегерлер атанған еді. Жалпы командалық есепте бас жүлдені жеңіп алған. Әрине арасында әділетті алтын да бар, әділетсіз де бар. Бірақ олардың мықтылығын мойындауымыз керек. Нағыз кеңес бокс мектебінің мұрагерлері де солар емес пе? Енді өзбектер айылын жияды, біз де белімізді бекем буамыз. Бұған дейін 4 алтын алсақ көңіліміз көншімеуші еді. Енді 2 алтын алсақ үлкен жетістік болады. Беларустар да дәстүрлі түрде мықты. Олар да қатарларына Дағыстан, Шешенстанның боксшыларын алатыны анық. Ал IBA мен Умар Кремлевше, олар қалайша бұған келісті? Мойындамай келді емес пе? Өз статустарын қайтарамыз деп те тепсінген еді. Алайда ол жақта Кремлевті сабасына түсірген болуы керек. IBA осымен өлді деп айтуға да келмейді. Шындығында олар да өз бақытын тауып алды. Профи бокс кештерін жасап жатыр. Мықты шоуларды көзіміз көрді. Сол IBA болашақта WBO, WBA, WBC және IBF-терге тең бәсекелес бола алады. Зуфаны да алысқа жібере қоймас. Мұнымен қоса IBA-де жалаң жұдырықпен төбелесу бағыты да бар. Бір сөзбен олар жоғалмайды. Өз бағыттарымен дамымақ. Олардың басқарулары мол қаржы. Умар Кремлевтің есімі бірқатар Ресейдегі букмекерлермен тығыз байланысты. Сол арқылы олы боксшыларды сұмдық жарылқағанын білеміз. Біздің боксшыларымыз да бұдан кейінде қалмады. Барынша жағдайларын жасаған. Оның үстіне спорттық жағынан да IBA қазақ боксшыларына оң қабақ танытқанын білеміз. Ал өзбектерді шетінен кес-кестеген. Нәтижесінде біз жалпы командалық 2-ші орынды алғанбыз. Сол кезде Кремлев Ресейді World Boxing'ке кіргізу ниетін білдіргені ма? Головкин ұйымында қаржылық мәселе бар екенін жақсы білеміз. Бұған дейінгі басшы Борис Ван ден Ворста сол үшін қызметінен өз еркімен кетті деген желі сөз бар. Головкин келгенде осыны реттеймін деп сөз берген көрінеді. Әрине ол бірінші ретте қазақ үкіметіне үміт артты ғой. Бірақ қазір өздеріңіз білетіндей, біздің экономикада оңып тұрған жоқ. Бюджеттің жыртығын жамаймыз деп әуре болуда. Осы жағдайда Кремлев көмекке келді ме? Бұл да бек мүмкін. Не болса да Ресейдің бокса жаңа жанұяға келіп қосылуы спорт тұрғысынан ұтымды қадам. Енді түрлі жарыстар қызықтырақ болады. Бәсекелестік жоғарылайды. Ең бастысы, АИБАның төрешілерін мұнда қыстырмас екен.
Естеріңізде шығар, мына бір кездесу Ресей мен қазақ боксшылар арасындағы бәсеке. Міне осы жерде АИБаның былыққа батқан төрешілер жұмыс жасаған. Мұндай әділетсіздік бізге қажет емес. Бұл жаңа ұйым, демек ескі ұйымның жұрнағын жақындатпау қажет. Жеңсін мықтысы. Бұны бекер айтып отырғаным жоқ. Дубайда өткен әлем чемпионатында ақ көйлекті киллерлерді ешқайда кетпегенін байқадым. Олар бұл жақты да жағалайтын болса, жақсылық күтпеңіздер. Бәрі бәз қалпына түседі. Келсін боксшылары, бірақ төрешілер емес. Не болса да бізге керегі әлемдік әуесқой бокстың дамығаны. Қалған енді содан кейінгі мәселелер ғой. Айтпақшы, кешегі өтінішім бойынша алғашқы қолдаушылар да көріне бастады. Ұмытпаған боларсыздар, микрофон мәселесі ғой. Шалабай, Мақсат, Жантөре және Мағжан есімді арна жанашырлары қол ұштарын берді. Мәселе кімнің қанша жібергенінде емес, ниетінде ғой. Тамшыдан теңіз құралады. Осындай қолдаулар болып жатса, әлі-ақ арманымызға жетеміз. Алла разы болсын сіздерге. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.